Ассалаумағалейкум достар, мен бүгін сіздерге 15 және 16-17 ғасырлардағы Испан империясы жайлы айтатын боламын. 16 ғасырда бүкіл барысында Еуропадағы ең қуатты ел Испания болды, бірақ оның құдіреттілігін біртіндеп әлсірей бастады. Испандықтардың екі басты бәсекелесі Англия пайда болды. Құрлықта Франция және теңізде ағылшын-испан бақталастығы естеріңізде. Жеңілмейтін армияның талқандалуы 1588 жыл және Англияның теңізде жеңіске жетуіне әкеп соқты. Ал құрлықта 15-16 ғасырларда Испанияның жолды Францияға беруге мәжбүр болды. Бұл неліктен осылай болды? Испанияның құлдырауы бір ғажап. 15-16 ғасырлардың басында таңғаларлық асқындауынан бастады. 1519 жылы жас испан королі Карл I 1500 және 1558 жылдарда билік жүргізді. Оның үстіне герман ұлтының қасиетті Рим империясының императоры болып Карл IV деген атқа ие болды. Қалайша дейсіздер ғой? Габсбургтер әулетінің ол кездегі екі бұдағы өмір сүрді. 1438 жылы қасиетті Рим империясының билеушісі германдық австриялық бұтақ және негізін Карл I салған испандық бұтақ, ал марқұм герман императоры Максимилиан I-дің артында тікелей ұрпаққа қалдыра алмады. Ол Карл I бабасы болып келетін испан королінің билігінің астында Испания мен қасиетті Рим империясына келіп түсінуінің себебі міне осыдан болатын. Осыдан басқа Еуропада испан Габсбургтерінен Нидерландыны және Италияның көп жері, оның солтүстік батысы Пьемонт және оңтүстігі Сырдария және Сицилия аралдарына қоса тиіс болды. Нақ Карл IV билік құрған жылдары испандық Америкада бүкіл құрлықтың ұзына бойына солтүстікке Лузиядан бастап оңтүстікке Чилиге дейін созылып жатқан орасан үлкен отарлықта пайда болды. Замандастары Карл IV-ның иеліктеріне еш уақытта күн пайда дейтін екен. Бұл шынында да рас еді. Екі жарты шарда жайылып жатқан мұндай империя бұрын тарихта еш болмаған. 1449 және 1459 жылдары испан, сосын Карл IV империясы итальяндық үстемдікті жүргізу үшін Франциямен соғыс жүргізді. Осы Италия соғыстарының барысында Франция королі Франциск I испандықтарды тұтқынға түсіп қалады. 1525 жылы Мадридтен оған Османлы империясының сұлтанымен хат жазысу сәті түседі. Түріктер Карл IV-ге қарсы күресте француздарға көмек беруге келіседі. Бұны бастаған Сұлтан Сүлеймен бір хатпен бұны қолдан аман-есен шығарған. Ол хат сосын артында айтылады. Әрине таңғаларлық дегенмен ондай одақтар саясат мақсаттарында сирек болса да жасалынып тұрған. Француздардың қолдау көрсете отырып Осман түріктері қасиетті Рим империясының шығыс шекараларына шапқыншылықтар жасап тұрған. Тіпті олар Австралия астанасы Венаны қақпаларына да тақалып келген. 1529 жылы түрік теңіз капитандары мен флоты солтүстік Америкада Испания қарақшылары мен оның италия еттерін жаулауларына шабуыл жасап испан кемелеріне тонаған. Бұған жауап ретінде Карл IV Тунис пен Алжирге жорық жасаған. Ақырында Италия территориясының көпшілігі Испанияның үлесіне тиіп, Францияға болар-болмас жерлермен қанағат етуге тура келеді. Оның есебін Италия соғыстары кезінде османлылар өздерінің Еуропа жағдайын нығайтып алады. Ал Германия реформациясы мен шаруалар соғысы жылдарында Карл IV билігі атқарлықтай бәсеңдері реформа шеңбер пайдаланып көптеген неміс князьдері католик шіркеуінден ең алдымен монастырлардан жерлері мен мүліктерін тартып алады. Олардың биліктерінің нығайғаны сонша кейбір протестант князьдер одақтастырып императорға қарсы 531 жыл соғыс бастады. Бірақ Карл IV күшті саксон князьдігін өз жағына қаратып алады да ол одақты бұзады. Сөйтіп оның көмегімен протестант князьдіктері талқандалады. Бірақ 1553 жылдың басында неміс князі испандыққа қарсы олар Карл IV солай атайтын тағы басқа
бас көтереді. Бір қызығы, бұл жолы олардың баяғы опасыз князі Морцит Саксонийдің басқарады. Бұл жолы жеңіс князьдіктер жағында болады. 1555 жылы Абсбург діни бітіміне қол қойылып, ол бойынша лютерлік қасиетті Рим империясының католизміне бірнеше екінші ресми дін деп танылады. Бұдан былай князьдіктер әрқайсысы бодандығын діни өздері белгілеуге құқығы ие болады. Жеңіліске қатты күйінген Карл IV 1556 жылы Германия және Испания тақтарынан бас тартып монстрға кетеді. Көп ұзамай қайтыс болады. Құдіретті императордың мұрагері Филипп II 1556 мен 1598 жылдары билік жүргізіп үлесін қосады. Испанияның құлдырауының куәгері болуы тиеді. Оның тұсында қасиетті Рим империясының тағы да австриялық Габсбургтер тартып алады. Шындығында бұл Карл IV дейін жағдайға қалпына келтіру ғана еді. Испанияның әлем тарихында тұңғыш буржуазиялық революция болып өткен Нидерланды алған соғысы бұдан әлдеқайда жанға батарлық болады. Ғасырларда Нидерландардың территориясының қазіргі кезге дейін басқашалау болатын. Оның құрамына қазіргі Нидерланддан, Голландиядан басқа Бельгия және Францияның солтүстік шығыс аудандары кіретін. 10 ғасырлардың аяғынан бастап Нидерландардың испан Габсбургтеріне тиесілі болды, ал елде буржуазиялық қатынастар тез дамыды. 16 ғасырлардың 17 ғасырларына негізгі сауда жолдарын Атлантика ауыстауырын байланысты Нидерландардың порттары қалаларды ірі сауда орталықтарына айналып, испан қазынасына орасан зор табыс әкеліп тұрды. Антверпте Еуропа мен әлемдегі ең ірі сауда және қаржы орталығы пайда болды. Одан аса ірі тауар буржуазиясы ұйымдасып қала өз кеселерін беріп, Еуропаның жетекшісін сауда фирмалары мен компаниялардың агенттері кездесіп тұрды. Арнайы агенттер рионгтері жағдайды жықтағатпен бақылап, әртүрлі елдердегі саяси және экономикалық жаңалықтармен жедел түрде хабардар болып отырды. Бұл үшін әрбір агенттің байланыстары мен ақпараттар алу жүйелері болды. Антверпенге ешқандай тауар әкелінбейтін, оның орнына биржаға олардың үлгілері әкелінеді деп көпестер немесе олардың агенттері ұнаған тауарларға көптеген тапсырыстар беретін. Феодалдық архитектураның Нидерландияға әлі де болса күшті екендігіне қарамастан, жағалаулық қалалардың, әсіресе солтүстік провинциялардың көпестері мен қаржы иелері олар үшін аса қауіпті бәсекелестерге айналды бастады. Буржуазиялық жолмен дамыған Нидерландының экономикасы 17 ғасырларда испан қазынасының негізгі табыс түсірушісі болатын. Бұл табыстар Испанияның Америкадағы отарларынан сығылып алынғанын пайдаландырған. 8 және 9 есе көп болды деген сөз бар. Карл IV тұсында Нидерландының Германиямен сауда-саттық қатынастары нығайды. Бұл қатынастар испан Габсбургтері герман тағынан айырылып қалғаннан кейін сақталып қала берді. 17 ғасырлардың ортасында испан Нидерландығы іс жүзінде Испанияның басқа өлкелерінен айырмашылығы күшті дербес мемлекетке айналды. Испан феодалдық абсолюттік мемлекет күйінде қала берді. Нидерландылардың барған сайын буржуазиялық жолмен дами түсуі, оның үстіне Испанияның католик ел болатын және контифровациялық нәтижесінде мұндай инквизиция қайта қаһарына мінген. Ал Нидерландыны да кальвинизм өзінің буржуазиясы уағыздағандай қатаң түрде болмастай тез тарады. Испанның және жергілікті ақсүйек католизмінің позициясын сақтап қалғаны үшін күш салды. Оның салдарынан үнемі фродистар қақтығыстар болып тұрды. Неміс лютерандтары сияқты Нидерландық кальвинистердің
кіріп олардың ішіндегі сәнді жиһазды құртып жіберіп отырды. 1566 жылы католик иконаларының мүсіндері Алтынаралды крипошылар қозғалысы кең өріс алды. Антивериде қиратылмаған бірде-бір католик ғибадатханасы қалмаған. сайып келгенде бұл революцияның басталғанын білдіретін көтеріліс болды. Бұған тек шаруалар мен қала кедейлері ғана емес, сонымен бірге буржуалар тіпті ортақ қолды дворян каливурстер де қатысты. Нидерландының Италиядағы герцогы Альфа басқарған испан әскерлері жіберілді. Герцог көтерілісшілерді аяусыз жазалап, өз әскерлерін басып алған жерлерге ауырып алым-салықтар салды. Мыңдаған протестанттар мен алым-салықтан жұтаған шаруалар елден сыртқа қашуға мәжбүр болды. Кейбіреулері партизандарға, голландшаға айтқанда гезердерге, қайыршыларға айналды. Ормандарда жасырынып жүрген кезде Альпа әскерлерінің ту сыртынан шабуыл жасаса, теңіздегі испан кемелерін тонады. Испандықтар басып алған жағалаулардағы қалаларға шабуыл жасады. Алғашқы уақытта көтерілісшілер француз калибанистері гугоноттардың көмегіне үміт артты, бірақ бұл үмітті қайғылы Фермолима түні 24 тамыз 1572 жылы үзіп кетті. Сол түні католиктер Парижде мыңдаған гугеноттарды қырып салған болатын. Нидерландыдағы көтеріліске шыққан ақсүйек протестанттарының көсемі Френсис Вильгельм I Орканский болды. Неміс фрейтондары мен француз гугеноттарын сақталып, жалдамалы әскери көмегімен алды. 1568-1574 жылдары бірнеше мәрте Альпа әскерлерін талқандауға әрекет жасады, бірақ олардың барлығы сәтсіздікке аяқталды. 1572 жылы сәуірде теңіз гейзері Нидерландының әдеттегі Голландия деп аталатын солтүстік провинцияларына орналасқан Брилья-Форт басып алды. Ұзамай көтеріліс Билья мен көрші облыстарға да қамтыды. Күзде Вильгельм Орхонский Голландияға келіп көтерілісті басқаруға кірісті. Испандықтар сәтсіздікке жиі ұшырай бастады. Альпа стратегиялық маңызды Лидан қаласын 2 рет қоршауға алды. Қалада бекінген голландықтарға аштық, өрілу қаупі төнген кезде олар қаланы су тасқынынан қорғап тұрған тоғандарды шлюздерін ашып жіберді. Қалаға шөңги жөнелген сумен бірге теңіз гейзері де сау ете қалып тұрғындарға азық-түлік жеткізді. Испандықтар су тасығаннан зәрелері ұшып қалғанын тастай қашты. 1573 жылы соңында Альпа Испанияға кері шақырылып алынды. Филипп II Нидерландыдағы жаңа басқарушыларды көтерілісшілердің кейбір талаптарына қанағаттандырудың қажетті туралы күні-түні ескертетін болды. Осы екі арада көптеген жалқылардан ала алмаған испан әскерлері бағынудан бас тартты. Солдаттар тонаушылықпен айналысты. Бұл жергілікті халықтың ашу-ызасын одан сайын қоздыра түсті. Аш деп вентрих өмір бай қала екенін білетін олар қаланы тонап, артынан өртеп жіберді. Бір кезде аса бай қала күллі қоқыс айналып, көп уақыттан кейін өзінің бірінің маңызын жоғалтты. Нидерландықтардың мақтанышы болған антиверхтің талқандалуы бүкіл елде жаппай кекті наразылық тудырды. 1576 жылдың күзінде көтеріліс бүкіл елге тарады. Қарашада Гент қаласын бас шатыр шақырылып, оның жұмысыға Нидерландының барлық 17 штатын делегаттар қатысты. Өз шешімдері олар Гентті тыныштандыру деп аталып актімен тұжырымдалды. Оны былай деп жазылды. Аталатын актімен тұжырымдалды. Оның былай деп жазып, халық патша үшін емес, қайта патша халық үшін жаратылған. Егер патша халыққа құл есебінде қарайтын болса, ол патша болудан қалып жауызға айналады. Халықтың қандай да бір болмастан биліктен жоғары тұратындығы туралы идея буржуазиялық демократия идеологиясының негізінде алынады. Демократия грек тілінен аударғанда халық билігі деген ұғымды білдіріпті. Бас шатырдың герцог Альбаның заңдарын жойып, бұрынғы
артықшылықтары мен еркіндіктерді қалпына келтіреді. Көтерілісте Нидерландының Францияалық одағын құру туралы шешім қабылдады, бірақ Нидерланды әртүрлі аймақтарының арасында алауыздықтар бұл шешімдерді толық іске асыруға мүмкіндік бермеді. Нәтижесінде 7 солтүстігіндегі протесттік провинциялар Утрехтен Уссияның одағын құрды да қаңтарда 1579 жылы іс жүзінде өздерін Испаниядан тәуелсізбіз деп жариялады. Утрехт Ухения соғысының алдында ғана Нидерландының оңтүстігіндегі Ариста испандықтарына жақтаушылар құрған католик уния жаулап болды. Испанияның Нидерландыға жаңа билеушісі Бахарима герцог Александр Перизини жауаз оңтүстіктер батыл солтүстіктерден ажыратып алуға барын күшін салды. Ол голландықтардың көсемі Вильгельм Орхенскийдің басына асап көп мөлшерде бәйге тікті. Соның нәтижесінде ол 1584 жылы 10 шілдеде иезуиттердің жансыз қалпынан қаза тапты. Александр Фрезинда Голландияны басып алуға әрекет жасап бақты, әрі Голландияға қолдау көрсетіп отырған Англияны жазаламақ ниетке толды. Бұл әрекеттің жеңілмейтін арамдық күллі талқаны шығуымен аяқталғаны белгілі. Соған қарамастан Голландия қысым күшейе түсті. Францияның католиктері мен гугенотторының арасында ұзаққа созылған күрес елдің солтүстік дворяндары мен ұзаққа созылған күрес ел католик лигалары құруына алып келді. Оның пайда болуы байланысты католиктер мен гугеноттар арасында діни соғыстар қайтадан қыза түсіп, кейбір үзілістермен 1562 және 1598 жылдар арасында орын алды. Филипп II француздардың ішкі істеріне араласуға шешім қабылдады. Оның бұйрығы бойынша Фарим герцогының әскерлері католик лигаға көмектесу мақсатымен екі әскерлерді мәртебеге Францияға басып кіреді. Бірақ бұл әрекеттің католиктер де испандықтардың өздері де келген пайда болмады. 1589 жылы француз королі Генрих III католик монархының қолынан қаза тапты. Тек герцог IV-ге көшіп Бурбондар династиясының билігі басталды. Бірақ жаңа король гугенот болатын, сондықтан париждіктер қанды Вермильон түні үшін кек алудан сескеніп оған бірнеше жыл бойына Парижге енуге рұқсат етпеді. Соғыс елді әбден күйзелтіп, 1593 жылы король католик дініне өту шешімін қабылдады. Бұған француз католиктері онша сене қоймады. Себебі бұл Генрих Бурбонның өз дінін үшінші рет ауыстыруы еді. Генрих Бурбонның өз дінін ауыстыруы Парижге кіргізді. 1598 жылы Генрих IV Нант эдиксіне қол қойды. Католизм Франциясының ресми діні болып жарияланды. Бірақ гугеноттарының да бірсыпыра саяси құқықтары танылып, король гугеноттарына Париж бен бірнеше маңызды қалалардан тыс жерлерге бәріне діни нанымдар мен Құдайға құлшылық ету құқықтарын кеңейтуге талап етті. Осыған орай бірнеше айдан соң король Нант эдиксіне қосымша құпия бірнеше баптарға қол қойды. Әрине, мұны католиктер біліп қалса, аяғы қанды қырғынға айналуы мүмкін еді. Енді гугеноттар Парижде және оның айналасында 5 миль шеңберде ғана ашық Құдайға құлшылық ете алмайтын болды. Парижде өз үйлерін оны ести беруге рұқсат етілді. Бұрын болмаған қақтығыстар мен толқулардың ештеңке болмағандай ұмытып есек алмауға бұйрық берді. Нант эдиксі мен оған қосымшалар діни соғыстардың тең аяқталғандығын келісім бітімінің көрсетті. Іс жүзінде бұл соғыстар Генрих IV Парижге енумен аяқталуы керек еді, бірақ олардың нәтижесінде ресми заңдастыру керек болды. Бұл міндетті Нант эдиксі іске асырды. Испандықтар өз Нидерландыларындағы көтерілісті баса алмады. Рас, 1580 жылы ортасында олар көтерілісшілерден елдің бүкіл оңтүстігін Финляндия және басқа да провинциялардан тартып алды. Бұған жауап ретінде солтүстігіндегі голландықтар Шелда өзенінің сағасы бөгеп оңтүстік тегілерді Атлант
суларына шығармай қойды. Нәтижесінде финляндылардың шаруашылығы күйзеліске ұшырады. Әсіресе бүкіл Еуропаға белгілі жүн шаруашылығы көп зиян шекті. Жұмыстарының айырылған және діни нанымдары үшін қуғын көрген көптеген тоқымашы шеңберлер финляндияның тастап солтүстік провинцияларға кетіп қалды. Испан королі Филипп II қайтыс болғаннан кейін 1598 жылы оның мұрагері құрама провинциялар республикасымен келіссөздер бастады. Утерхенд униясын жасаған 7 солтүстік провинцияға 2 ғасырдан астам уақыт бойынша 1579 және 1795 өздерін осылай деп атап келген болатын. Бірақ жаңа республика осы провинциялардың ішінде ең күшті дамыған, атымен көбінесе жай Голландия ең күшті дамыған Голландия деп атайтын болды. 1609 жылы Испания мен Голландия 12 жыл мерзімге уақытша бітімге қол қойған. Испандықтар Голландияның тәуелсіздігін мойындады. 40 жылдан аса уақытта созылған 1568 және 1609 жылға әлемдегі тұңғыш буржуазиялық революция осылайша түпкілікті жеңіске жетті. Арада аз ғана уақыт өтісімен Еуропа тағы да соғыс өрті тұтанып, шын мағынада бірнеше жалпы еуропалық деп атауға болатын қырғын соғыс басталды. Бұл осы соғысқа Еуропаның барлық мемлекеттері түгелдей қатысты деген сөз емес. Бірнеше және екінші дүниежүзілік соғыстан барлық елдер қақтығысын белгілі ғой. Соғыстың үлкен аймақтары қамтып, жалпылық саяпат алу үшін одан негізгі мемлекеттердің қатысуларын жетіп жатыр. Соғыс 30 жылға 1618-ден 1648 жылға созылды. Сондықтан оны тарихта 30 жылдық соғыс деп атады. Соғыстың себептері түп тамыры сонау Германияның реформация мен шаруалар соғысы заманында жатқан болатын. Испания және австриялық Габсбургтер 1519-1556 жылдары Карл IV тұсындағыдай өз иеліктерін біріктіргісі келді. Оның үстіне католик діншілдері Лютерден князьдерден оларға Habsburg бітімі 1555 жылға берген герман жерлерін қайтарып алғылары келді. Осы уақытта католик Франция Габсбургтерінің екі бұғымның күшеюіне қауіптеніп, олардың иеліктерін Францияны екі жақтан орап жатқандығын еске ала Германия мен Голландияның протестанттарына қолдау көрсетуге шешім қабылдады. 16 ғасырдың бірінші жартысында қарсы шықты. Бұл елдер Рим папасымен қарым қатынастарын үзді және елдердегі протестант шіркеулерін осы елдердің корольдерін басқарды. 30 жылдық соғыс кезінде күштердің араласығымен осындай болатын. Соғыс басталмас бұрын немістің бретон князьдіктері өзара әскери саяси одақ, інжілдік одақ 1608 жылы жасаққанды. Бұған жауап ретінде католик князьдіктер өздерінің католик лигасын құрып, 609 жылы Максимилиан Баварийский басқарды. 1618 жылы Чехияның препостарын католиктерге қарсы көтеріліске шықты. Чех сеймі парламент жаңа үкімет бургартар тиісті деп емес жарияланды. Інжілдік одақтың басшысы пребелдық гургорист Фридрих Чех королі болып сайланды. Бұл 30 жылдық соғыстың бастамасы болды. Чех әскерлері Венаға қарсы аттанды. Алғашында шабуыл сәтті басталды, бірақ 620 жылы католик лигасының әскерлері Програнның маңындағы Ақтау түбінде чехтарды тас-талқан етті. 627 жылы қарай бүкіл Чехия қайтадан Габсбургтердің қарамағына енді. Олардың біріккен әскерлері Фридрих Фюльксердің рейдіндегі иеліктерін бөліп алды. Содан соң католик армяндар Дания мен Германияның солтүстігін протестант князьдіктерін талқандады. Бірақ көп ұзамай Швеция королі Адольф көп армия жинап және оны жақсылап қаруландырып, негізінен француз ақшасына солтүстік Германияға келіп түсіп, католиктерге бірнеше соққы берді. Шведтер католик лигаларының тірегі
баварияның астанасы мюнхен қаласында басып алды. Бірақ бір шайқаста қарашада 1632 жылы Густаво Адольф қаза тапты. Оны тапты да шеф-девр тек корольдің ғана емес, сонымен бірге талантты қолбасшыдан да айырылып шегіне бастады. Соғыс бітуге жақын қалған сияқты болып көрінді, бірақ оған 1635 жылы Франция ашықтан ашық араласты. Француздар Германияның оңтүстік батыс жерлерін типыл қылса, шведтер оның солтүстік облыстарына шабуыл жасап тұрды. Соғысушы екі жақ әскерлерінің күштері таусылуға айналды. Бүкіл Еуропа жалдамалы солдаттардың базарына айналған сияқты болды. Соғысушы солдаттардың базары екі жақтан агенттері олардың ақша жылдап әкеп отырды. Әскери қызмет соғыс кәсіптік жұмысқа айналды. Кәсіби жалдамалы солдаттардың кейде өздеріне үшін және кім үшін соғысып жатқандарына хабардар болмады. Олар кім көп ақша төлесе соның жағында соғыстар қолжалар. Кімдер, католиктер ме әлде протестанттар ма? Оларға бәрібір болды. Бұл сұрақтар олар үшін маңызды болмады. Соғыс әдістерін жете меңгерген тәжірибелі жалдамалы соғыс әдістерін жете меңгерген тәжірибелілер отрядтарын тауып өз жағына тарату соғысушы жақтарға аса көп қаржыға түсті. Бірақ ақша әр уақытта жетіспеді. Сондықтан да жалдамалы көбінесе бейбіт халықтың тонаумен айналысты. 48 жылы қарашада Фестиваль бітімі жасалды. 30 жылдық соғыстың басты нәтижесінде қасиетті деп аталатын Рим Сымпайы империясының іс жүзінде ыдырауы болды. Ол осыған дейін де дербес мемлекет бірлестігі болатын, бірақ фестиваль бітімі бұл мәселенің құжат жүзінде бекітіп, неміс князьдіктеріне бір-бірімен керегес шетелдермен де одақ жасауға құқық берілді. Рас формалар түрде империя бұл жолы да сақталып қалды. Францияның үлесіне шарт бойынша Эльзас пен бірнеше шекаралас жерлер тиді. Швеция мен батыс Померияның, солтүстік Германияның маңызды өздері Елба, Адер және Вездридің сағаларының орналасқан жерлері иемденіп, нәтижесінде Балтық теңізінің қожасына жетекші еуропалық мемлекеттердің біріне айналды. Фестиваль бітімі Голландияның құрама Филиппинстер Республикасының тәуелсіздігін тағы да растады. 30 жылдық соғыстың барысында бір жарым ғасырдан кейін 18 ғасырдың аяғында Еуропаны орап алған болашақ одақтар мен бірлестіктердің мемлекеттік және әскери саяси одақтары жүйелерінің кейбір белгілері біліне бастаған еді. Мұндай бірлестіктер тек басқыншылардың бейімділігі мен құмарлықтарына ғана көзге түсіп қоймады. Жауласушылар жағдайын бұрынғыдан да әркім өз үшін соғыспаған көзбен салыстырғанда тұрақтылау және сенімділеу етті. Енді болашақ шапқыншы соғыс басталудың бүгін жетті мәртебе өлшейтін болды. Қарсылық кім көмекке келеді, ол қай елді мен одақ жасауы мүмкін. Сондықтан да фестиваль бітімі жасалып отырды. 1218 ғасырдың аяғы 19 ғасырдың ортасынан бастаған бұл жол өте ұзаққа ауыр болды, бірақ мәселе бір қадам шешуге тырысты.